Темірбек Қарауылы Қазақстандағы мәдениет, әдебиет, өнер саласындағы талантты ұйымдастырушылардың бірі. Республиканың көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері. Темірбек Қарауылы Жүргенов есімі тек қана қазаққа ғана емес, исі түркі жұртына мәлім, Орта Азия мен Қазақстанға ортақ тұлға. Аса көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Қаламы қарымды, сыншы, көсемсөз иесі саналады. Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жаңаталап ауылында дүниеге келген. Тұрмағанбет Ізтілеуов ұстаздық еткен ауыл мектебінде сауат ашып, кейін Алмесіктегі орыс қазақ мектебінде, Перовскідегі қазіргі Қызылорда Суханский атындағы училищеге бастауыш білім алған. 1917 жылы Уфа жер шаруашылығы училищесіне оқуға түседі. Осында оқып жүріп, қоғамдық өмірге белсене араласады. Студент жастардың әлеуметтік қозғалыстарына қатысқан. 1918 жылы Қазақ мұңы газеті редакциясының алқасының құрамына енді. Торғайдағы кеңестер съезінің шақыру бюросының мүшесі болды. 1917 жылы Ырғыз уезі Кенжеғара болысы революциялық комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалған. 1920 жылы ВКПБ қатарына өтіп, Қырғыз уездік революциялық комитетінің өздік жұмысшы, солдат және шаруа депутаттар атқару комитетінің төрағасы болып сайланады. 1921-23 жылдары Орынборда жұмысшы факультетінде оқыды. 1923 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің құқық факультетіне оқуға жіберіледі. Осында оқып жүріп ол Қазақ АКСР-ның Түркістан Республикасындағы толық өкілетті өкілі болып тағайындалады. Қазақ АКСР мен Түркістан Республикасының орталық атқару комитеттеріне мүше болып сайланады. Өкілеттік және республикадық партия ұйымдарының конференциялары мен пленумдарына қатысады. Орталық Азияда құрылған республикалар аумағындағы ұлттық территориялық межеленуіне атсалысады. Бұл мәселе төңірегінде еңбекші қазақ, Советская степь газеттеріне мақалалар жарияланды. 1926 жылы Ташкенттің Қазақ педагогикалық институтының директоры болып тағайындалады. 1937-1938 жылдары Қазақстан үкіметінің халыққа ағарту комиссары қызметтерін атқарды. Ол 1934 жылы Алматыда өткен бүкіл Қазақстандық халық өнерпаздарының біріншілігін, 1936 жылы Мәскеудегі Қазақстан өнері мен әдебиетінің 10 күндігін негізгі ұйымдастырушыларының бірі болды. 1937 жылы 3 тамызда халық жауы деген жалған айыппен ұсталып, РКФСР қылмыстық кодексінің 58 бабының 10-11 тармақтары бойынша ату жазасына кесілді. Қайраткердің зайыбы Қазақ СССР-ның еңбек сіңірген дәрігері, Ленинмен кездескен тұңғыш қазақ Әлімхан Ермековтың қарындасы Дәмеш Ермекова Темірбек Қарауылы атындағы көңіл абақтыға жабылған. 18 жыл ғұмырын Алжирде өткізген. Күйеуінің өзінің жазықсыз жазаланған жөніндегі ақтау қағазын алғаннан бері 30 жылдан астам уақыт бойы ол бар күш-жігерін игілікті іске Темірбек Қарауылының халқына сіңірген еңбегін кейінгі ұрпаққа жеткізу ісін сарп етумен келді. Биыл Темірбек Жүргеновтың туғанына 125 жыл толды. Осыған орай мемлекет басшысының тапсырмасымен республиканың барлық аймақтарында мемлекет қайраткерінің мерейтойы аталып өтіледі.